және әкемнің қызмет істеген орны мынау жақиянов үйі болған. Мына баяғыдағы мағазин, тоғай мағазин бәрі тұр екен. Міне мынау жақиянов үйі болатын болса, ана бұзылған жер, бұзылып жатқан жер контора болған. Славянка совхозыменен Құйға совхозы бірге болған. Сонда сол жерде енді жағалап жатыр екен. Сол жерде контора болған. А мына жерде Жақияновтың семьясында да бұл кісілер өте құрметті кісілер болды. Ол кезде барлығы дейінде арақ ішеді ғой жұмысқа. Арақ ішкермейтін таңертең кездерде әкеміз беті оны жуып, мына үйде екен ғой деп құрмет көрсетіп қоятын. Ана жақта құлып болды. Осы семья кешке жақын концертке бірдеңе шыққанда ел қарап тұрады. Өйткені әйелі де баласы Жақияновтың шешесі қолында болды. Мысалы үшін жақсыны айтпаққа дейді, енді көрмекке дейді. Соныменен әкемізбенен бұл кісілер қызметтес болды. Бұл керек үлкен болған орнына кішкене салдым екен, осы керек баяғыда орында тұрған. Міне менің балалық шағымның үлкен бала кезімде мектеп тұрған үйім менің осы. Ал қабылағымызда барлық істерге көрсеттім. Менің ұлыма машинамен, машинасы тұрғышы, машинамен тұрып алып келді. Менің ұлыма рахмет, менің қыздарыма рахмет. Мың алып істеп қоямын. Міне сопровождать етіп түсіріп жүрген блогерді түсіретін менің кім деп айтайын? Түсіретін адамға рахмет деп қояйын осындай. Мені түсіріп жүрген қызым Әмира. Түгелде енді мен өзім түсірген кездерде кішкене видеоны аударып жіберетін ағалар болады. Түсірген кезде өте жақсы көреді. Рахмет саған, рахметімді айтып қоямын. Анамның мектебінде көрдім, менімен бірге тұрған үйінде көрдім. Бұзыққа орны деген шығып тұрған адамдар бар. Мысалы, оның жанында менің үйім әлі тұр екен. Менің анамның ошағын салған жерді көрсеттім. Енді ішінде тұрса, мен оның ішіне де кірер едім. Мағазин болып кішкене жабылған ғой деймін. Сондықтан онда кірмедім. Зато арт жағына өте жақсы дүние салып қойыпты.